Так, стоп, видеоны до конца көру, себебі басқа алашмейкерлердің ақшаға сататын курсын мен сіздерге тегін беретін боламын, себебі менің 7 жылдық опытым бар. Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де. Осы 7 жыл бойы жинаған құнды ақпараттарды мен сіздерге тегін беретін боламын, себебі басқа алашмейкерлер бұл курсты сатып жатса, мен сіздерге только тегін берем, барлығын. Ол үшін сіздер маған подписация етіңіздер, және де лайк басып, колокольчикті басып, мені қолдап, комментарий жазып отырсаңыздар болғаны. Обычный кірпіктен шаршаған кезде біз қандай эффект қолданамыз? Ондай кезде қазіргі таңда өте қатты аты шыққан, ол маскара кірпік, но екінші аты оның мокрый деп айтылады. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, көзі открыты, қабағы бар қыз. Бұндай қыздарға бізге мокрый эффект жарасады. Получается, біз 9-дан 13-ге дейін жасаймыз. Если обычно 0,10-мен қолданатын болсақ, 3 кірпікті жинақтап, значит, біз пучок ашпай, солай жасаймыз, сол кезде эффект әдемірек көрінеді. Мен қолданатын мокрый эффектте ол 9-сы Нагараку 0,10-ка, және 10-сы, 11-сы, 12-сы 0,10-мен де мокрый эффект жасауға болады. Мен қолданатын клей Ромео, және скотч силиконовый, және мен қолданатын бицет ол Ветус, и колечко, и расческу обязательно керек. Видео сіздерге ұнаған болса, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Себебі сіздердің қолдауларыңызбен мен бұдан да күшті ақпараттар салып отырамын. Маған подписация етіп, комментария жазып, не білгілеріңіз келеді комментарияға жазып өтсеңіздер болады. Лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.